Саламатсыңдар ма, 2 сынып оқушылары? Дүниетанудан 31-ші сабақты орындайық. 31-ші сабақ менің көшем. Сен өз көшеңдегі көрікті жерлерді сипаттауды үйренесің. Ақмарал мен Арманның әңгімесін оқиық. Ақмарал: әр адамның өз туған жері бар. Онда оның ата-анасы тұрады. Туған жер мен тұрғын үйі ауылда немесе қалада болуы мүмкін. Үйлер көше бойында орналасады. Сен сол көшемен мектепке барасың. Мектептен үйге қайтасың. Көшеде достарыңмен бірге серуендейсің. Арман: мен Алматы қаласындағы Абай даңғылында тұрамын. Ол даңғылдың аты қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының құрметіне қойылған. Бұл даңғылда ұлттық кітапхана бар. Абай даңғылы Абылай хан даңғылымен қиылысады. Ал балалар, бізге Ақмарал мен Арман көшелер жайлы ақпарат берді. Ал Арман қай қалада, қай көшеде тұратынын айтып берді, иә? Жарайсыңдар. Келесі. Ақмарал: менің үйім Ыбырай Алтынсарин көшесінде орналасқан. Бұл ауылымыздағы ең үлкен көше. Оның бойында дүкен және мәдениет үйі бар. Міне балалар, ауылдың сыртқы көрінісін бізге суретпен көрсетіпті. Ал Ақмарал өзінің қайда тұратынын айтты, иә? Жарайсыңдар. Енді сұрақтарға жауап берейік. Көше кімнің атымен аталады? Көше Абай Құнанбайұлы көшесі. Бұл көшеде қандай көрікті жерлер бар? Абай атамыздың ескерткіші және Абай саябағы бар. Ол қандай көшемен қиылысады? Абай көшесі Достық көшесімен қиылысады. Балалар, бұны мен сендерге мысал ретінде жаздым. Ал Ақмарал мен Арманның айтуы бойынша Абай көшесі Абылай хан көшесімен қиылысады. Бұл көшеде ұлттық кітапхана бар екен, иә? Жарайсыңдар балалар. Сау болыңдар, маған тіркелуді ұмытпаңдар.